Мен Нұрбол Өмір, Нұрболұлы 9 сынып оқушысымын. Мен Атырау облысы Жылаудан жасөспірім станциясына қатысамын. Менің номинациям космонавтика және аэроғыш саласындағы жобалар. Жұмыстың тақырыбы құрлық аралық баллистикалық бәйтерек 2 зымыраны. Баллистикалық зымыранның бір түрі. Ұшудың көп бөлігін баллистикалық траектория бойынша жасайды, яғни басқарылмайтын қозғалыста болады. Ұшудың қажетті жылдамдығы мен бағытын баллистикалық зымыранның белсенді ұшу аймағында зымыранның ұшу басқару жүйесімен хабарландырады. Өшіргеннен кейін қалған жол зымыранның жүктемесі болып табылатын қауіпті бөлігі баллистикалық траектория бойымен қозғалады. Зымырандар көп сатылы болады. Бұл жағдайда белгіленген жылдамдыққа жеткеннен кейін пайдаланған бөліктер тасталады. Мұндай схема қазіргі салмағын азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша оның жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. Баллистикалық зымырандарды әртүрлі ұшыру қондырғыларымен ұшыруға болады. Станциялық шахта немесе ашық жылжымалы доңғалақты немесе тірек шасси тағы басқа. Бойынша баллистикалық зымырандар стратегиялық және тактикалық болып бөлінеді. Құрлық аралық зымырандар мен орта қашықтық зымырандар көбінесе стратегиялық зымыран ретінде қолданылады. Зымыраны бейбіт мақсатта қолдануға арналған. Объектілерін жер орбиталарынан шығару үшін тасымалдаушы зымыран ретінде қолданылады.